Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге творог қосылған өте дәмді болып шығатын булочкидің рецептісін ұсынамын. Алдымен жылы сүтке шым тұз, қант, жұмыртқа, ерітілген сары май, құрғақ ашытқы салып араластырамыз. Ұн қосып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Шамамен 1 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Менде қамыр өте жақсы көтерілді. Енді осы қамырды теңдей етіп 12 бөлікке бөліп аламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, қамырларды жайғастырып, бетін жауып 15 минутқа жылы жерге қалдырамыз. Салмасын дайындаймыз. Творогқа қант, крахмал, жұмыртқа салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Қолымызбен немесе осылай бокалдың түбімен шұңқыр ойықтар жасап аламыз да, онан соң біздің салмамызды салып шығамыз. Жұмыртқаға сүт қосып араластырып, біздің булочкаларымыздың бетіне жағып шығамыз да, шамамен 170 градуста 20-25 минут пісіреміз. Міне біздің дәмді булочкаларымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Балзия. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.